Сәлеметсіздер ме? Ағылшын тіліндегі сөздерді оқуға қиналасыңыз ба? Егер ағылшын тіліндегі сөздерді оқуға қиналатын болсаңыз, бүгінгі сабақ сіздерге арналады. Біз бүгін ағылшын тіліндегі дауыссыз дыбыстардың оқылуын және екі түрлі оқылатын дауыссыз дыбыстар туралы үйренетін боламыз. Ал кеттік онда. С мен К-дің қосындысы К болып оқылады. Мысалы, back, neck. Ескертетін жайт, біз дыбыстарды транскрипциясымен бірге жаттауымыз керек. Транскрипция дегеніміз ол сол дыбыстың, сол сөздің оқылуы. Егер сіз дыбысты транскрипциясымен бірге жаттайтын болсаңыз, сіз сөздікпен жұмыс жасай алатын боласыңыз. Яғни сол сөздерді қиналмай өздігінен оқи алатын боласыңыз. P мен H-тің қосындысы F болып оқылады. Мысалы, telephone, elephant. W мен R-ның қосындысы Ж болып оқылады. Мысалы, write. W жазылады, бірақ оқылмайды. W мен H-тің қосындысы Х болып оқылады. Мысалы, who, whose. W мен H-тің қосындысы мұнда W болып оқылады. Мысалы, when, where. K мен N-ның қосындысы Н болып оқылады. Мысалы, no, ni. Яғни, К жазылады, бірақ оқылмайды. N мен G-дің қосындысы ың болып оқылады. Мысалы, sing, song. C мен H-тің қосындысы Ч болып оқылады. Мысалы, chip, children. C мен H-тің қосындысы мұнда К болып оқылады. Chemistry, court. S пен H-тің қосындысы Ш болып оқылады. Транскрипцияда ұзын шұбатылған С. Shelf, shop. T мен H-тің қосындысы Д болып оқылады. Яғни, тілімізді екі тістің арасына салып шамалы шығарып, З деген әріпті айтқан кезде осы дыбыс шығады. Д, Д. This, those. This, those. Яғни, Д деген дыбыс шығады. Дәл осы дыбыс екінші дыбысталуы ол С. Яғни, С деген дыбысты біз тілді екі тістің арасына салып айтамыз. С. Thanks, think. Thanks, think. С деген дыбыс айтып қараймыз. Thanks, think. С, С. Т мен Ч-ның қосындысы Ч болып оқылады. Т жазылады, бірақ оқылмайды. Catch, бачы. К мен H-тің қосындысы Х болып оқылады. Хамид, Харков. Z пен H-тің қосындысы Ж болып оқылады. Жамал, Жуков. Ағылшын тілінде сонымен қатар екі түрлі болып оқылатын дауыссыз дыбыстар бар. Олар C және G. C әрібі қай кезде S болып оқылады? С болып оқылады. Егер C әрібінен кейін E, I, Y әріптері келсе, ол С болып оқылады. Мысалы, nice, cycle, six. Ал қалған әріптер келсе, К болып оқылады. Мысалы, cat, come. G әрібі дәл осылай. Егер G әрібінен кейін E, I, Y әріптері келсе, ол Ж болып оқылады. Мысалы, page. Ал қалған әріптер келсе, ол Г болып оқылады. Go, game. Ал біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Егер бүгінгі сабақ сізге ұнаған болса, лайк батырмасын басуды ұмытпаңыз. Өйткені ол маған шабыт береді. Келесі сабақта біз дауысты дыбыстардың оқылуын үйренетін боламыз. Егер сіз сол сабақты жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.